Или давай өзім оқып берейін. Бұл подкаст осыдан тура 1 жыл бұрын түсірілді. Сол себепті қонақтардың кейбір әңгімелері актуалды емес болып көрінуі әбден мүмкін. Бірақ сіздер оны байқамағансып, әрі қарай тыңдап, лайк басып, коммент қалдырып, каналға жазылып, өмірден әрі қарай ләззат алып кете беріңіздер. Келістік қой. Кеттік. Просто по-братски. Мен білем, оған да қиын, маған да қиын. Нұрлан ағаның өзі звондады. Құмаш басында қатырма дейді. Әлі есімде тура сөйтіп айтты. Звездная болезнь деген затқа қалай қарайсың Бержан? Не деймін енді деп. Гаккуге бердім, алған жоқ негізі. Мамаға айттым, болды мен ән айтпаймын. Мен де айтпаймын. Мен қызым көріп құшақтасып тұрсын. Шыдамас едім ондайға. Ондайлар көп. Чорттан. Босатты көріңіздер, содан бәрін түсінесіздер. Танысыңдар ма? Бір-бірлеріңді былай официально Нұрдәулет, Мирас, Нұрдәулет. Олай таныстым, бірақ андай сөйлескен жоқпын өйтіп. Қай жерде жолықтыңдар? Қайда жолықтық? Юдачада. Юдачада. Юдача ол. Не ғой, короче, ол Атырауда, ол Шымкентте болды. Мен болған жерлерді айтып отыр. Проект қой, короче. Әр саладан әртүрлі адамдар келеді. Сол өзінің несін айтады. Не бар, U-Projects деген Шымкентте бір организация бар. В общем, типа волонтерларды алады да. И солармен қаланы дамыту үшін, Қазақстанды дамыту үшін жұмыс жасайды ғой бәрі. И сендер чисто музыканттар өздерің жүресіңдер. И музыканттар дамытады, барлық салада бар да, қойып қойған. Мысалы Юдачада демаласың. Не, тағы квартирнигі бар сода да. Шымкентте болды. Бұл не, благотворительный сияқты концерт болсын да, или оған қатысы жоқ? Просто барасың өзің, сол Юдачада именно демалып қайтасың. Любой қаланың, Қазақстанның мысалы. Просвесмертный бар алам болған? Отбор оғанда деп ба? Отбор. Білмеймін, сені аламын. Окей. Сұхбат емес қой, бұл подкаст қой. Басында келісіп алайық. Жеңіл сұрақтардан бастайық та қызып алайық. Иә, спокойно жеңіл сұрақтар. Қыздарың бар ма? Жоқ. Сразу. Кос, ұзақ ойландың ғой. Мен айтып беріңдерші, Гаккумен жұмыс істеу үшін бұл қалай болды өзі? Саған өздері шықты ма? Сенің еще трегіңді неге алған, иә? 190-ның саундтрегі алған ба? Ол капитан случайно болды. Ну, сторida шығардым ойлайын, тупо шығардым ба негізі? Иә. Сторida шығарып жүрмін, сол ойланды, и көп адам тап жазып, там қашан шығарса. Мен ойладым, келесі жылы күзде асықпай шығарайын деп. Жапырақ болса ойлаймын. И сөйтіп жүрдім да, бір күні көп адам, слишком көп кетті, ойладым да, и келесің студияға барамын ғой. Студияның адамдарымен там бір завтрак ішіп отырдық та бәріміз, бір жерде отырып. И қайсыған жібереміз дистрибуция типаж. Дистрибуция там өлең салып береді да олар. Кімге жібереміз там ойланып отырдық. И тура сол кезде Гакку случайно жазып қалды сол жақта, бір кісіні танимын да сол жақтан. И жапырағым қашан шығады дейді да маған. Опа, блин, тура сол студияға барып кез ғой. Потты дедім ғой. Жолы олар жігіттің. Все, қазір бара тұрмын дедім ғой. Сол сөйтіп кетіп қалды, иә. И сразу кетті. Арғы өзі, қандай оларда? Условиялар қалай? Сен әнді бересің, или өздері студияны беріп өзің жазыртасың? Условия болғанда дайын әнді бересің ғой? Гаккуде шықпады менікі бәрібір. Гаккуде ютубта ғана шықты, дистрибуция бүкіл жерде ма? Бір проблема болып отыр, в общем. Ұзақ созылып отыр ма, ондай естімен ба? Жоқ, ондай естімен. Сондай бірдеңе бар, и мен через басқа біреу дистрибуция шығардым. Гаккуде сериалға қолданды, и өздерін ютубтарына қолданды, болды. И қалған Apple Music-тер через басқа шықтым мен. Саған, сен өлеңді бересің, саған бас тараса болды. Қалғандарына не қылмайсың? Я, басында, конечно, солай можно тек. Бәрі ұра бересің басында бермей жерді. Сенде қалай? Сен уже... Жоқ, менде ондай емес. Андай ардагер қысып айттың ғой. Мен ең бірінші сенімен әнім шыққан кезде Гаккуге бердім, алған жоқ негізі. Ар жаққа қарап айтым, алған жоқ деп тұрады. Содан кейін, Гаккуден кейін Грузияға конкурсқа барған кезде мен сол әнім дайын тұрды да Казамуза дейтін сайтқа жібердім сол әнді. Бір күн өтеді, енді менде сол кезде 2000 подписчик па, сондай болды өзі. Сені мен де жібердім. Таңертең Грузияда ұйқыдан тұрсам, 10 000 подписчик қосылған ғой. Кәдімгідей бәрі сені мен сталып, сторис, сондай болып кетті де. Сосын уже сол әнім хитовать еткеннен кейін жарайды тағы да жүріп көрейін деп ән жетемін де Гаккуге жіберемін сол моментте. Сол кезде ән жетемін де алды. Ән жетеміннен кейін қазір так сразу альбом кетті ғой менде, ипошка кетті. Соны жібердім. О жерде бізде договор бойынша
мысалға каждый әңнен түскен процентпен алып отырамыз. То есть саған өздері айта ма осындай процент сенікі деп, или оны сен өзің айтасың ба? Енді ол екі жақтан да дұрыс қалай шешімге келесіз сонда. В принципе екі жақта лояльный. Былай істейік, былай істейік, қатып қалған не жоқ. Ондай қатқан ештеңе жоқ. Енді жалпы вообще қазіргі уақытта продюсер деген керек па? Ну, қазір мына социальный сеттерді көреміз. В принципе, қазір бәрі негізі дайынды, любой затты сен жібере бере аласың өзіне интернетпен мысалға. Соны айтып отырмын. Вообще продюсер деген керек па біреуге байланып? Продюсер деген ол мысалға саған клибіңді түсіріп беріп жатса, барлық как спонсор, негізі спонсор болса, продюсер деген уже ондай болмайды да. Саған спонсор керек, болды, басқа ешкім керек емес. Спонсор саған қарау үшін де біраз еңбек ету керек па? Атын шығарып. Ол атын шығарған кезде қазір осындай болып кетті, мысалы бір ән шығардың, әнмен клип жібересің, болды, уже адамдардың есінде қалсаң, жайлап әдемі әндер жібере берсең, ести аласың деп ойлаймын. Цепочка болып кете береді, бір-бірін тартып жүріп. Кос, сенде план бар ма? Жалпы продюсер іздеп, болмаса спонсорлар? По идее, желание жоқ ондай. Мен біреумен жұмыс істеп, капец қиын. Соны байқадым, өзім мен түсіндім. Чисто өзің ба? Возможно, менеджер керек қой бәрібір да. Директор де жақсы оны переговорларға, сотрудничествоға сөйлеседі. А именно продвижение жағынан. Продюсер не обязательно қазір. Ну, баяғыда керек болатын ғой көп. Ол адам екен, там, может, радиоға жіберіп береді сенікі, мынау баяғыда тек қана қолдары ұзын. Қолдары ұзын. Инстаграмда аккаунты бар. Қазір өзің бәрін можешь қой. Қолында. Окей. Жаман қысқа жауап беріп отырсыңдар ғой. Или оталмай жатсыңдар ма әлде? Білмеймін. Жарайды. Біз андай көп сөйлемейтін балаларымыз ғой. Өлең айтып берейікші деп. Гитараларың бар ма десей? Айтпақшыда есіме түсті, екеуміз таныстық қой. Карантинде танысып қалдық. Случайно причем, очень случайно болды. Бәрі карантинде екен, иә. Иә. Как раз тоже карантинде болды. Сенімен танысқан кезде сен бүйтіп айттың. Не істеп жатсың, оқисың ба, жұмыс істеп жүрсің ба дедім, сен жоқ, мен оқудан шығып кеттім дедің. Бұл қалай болған, не болды сонда? Үйдегілерің не дедің деген сияқты ғой, айтпашы. Ұзақ деп па? Енді тарқата бер, Ну, мен колледжде оқыдым. Иә. Таразда колледжде оқыдым. Сол колледжді бітірдім. И колледж оқып жүрген кезде UIB деген универге, арманым етін түсіп Алматыға, UIB-ге. Түскім келіп жүрді, колледж бітірген кезде желание кетіп қалды. Вообще универ оқуға ше. Енді как-то, блин, бәрі көру керек деген сияқты ше бәрі. Түстім. И енді там проходной ала салдым барып. Просто. Дайындалмадым мен де, хотя проходной алып бояп бердің. Проходной алып кеттім, сөйтіп барып. Неге? Платныйға тапсырдым. Тапсырып алдым, мен келесі күні маған айтады, тапсырып қойғаннан кейін бізде конкурс болады. Типа грант алу возможность бар. Қатысасың ба? И давай қатысам. И қатысам да, мамаларға айтпаймын ғой вообще. Мен платный составлап отырмын анау. И ұтып кетсем там екінші орын аламын да. Мамаларға айтамын, мен ұттым деп потом. Бәрі қуанып, риза там. Грант ұтып алдың ба сонда сен? Иә, 2-ақ жылға бірақ ұттым. Жетіп жүремін, оқып жүремін. Бір ай оқыдым. Үйдегілер айтқан жоқсың, олар ана оқудың ақшасын жіберіп жатыр. Түскен соң айттым. Түскен сұрап. Қуанып қойды сөйтіп. Қайдан білейін, оқудың ақшасы келіп жатыр. Смело жүріп. И мынадай шығып кетті, түсіндім, универ менікі емес, оқу менікі емес. Адамдардың білмей экономикаға түсе алғам еще. Маркетологқа. Оқып жүрдім. Қызық емес болды, колледжден кейін еще барам да, мектептің сабақтарын оқисың басында еще, бірінші курс қой еще. Ең үлкені боласың ішінде еще. Надел дедім, бір сабаққа бармай кеттім. Мамаға айтамын бір күн, мама мен что-то шыққым келіп жатыр. Қумашы басында қатырма дейді. Әлі есімде тура сөйтіп айтты. 1 жыл емес, 4 жыл оқисың депші. Мейлі, бәрі келіспейді ғой дедім да, бір күн шығып кеттім. Бірінші курстан шығып кеттің ба? Иә, бірінші семестрден кейін. Хотя екінші жылдың тағы гранты бар. Иә. Шығып кеттім да сөйтіп. Мамаға айттым, шығып кеттім деп. Не делала одан кейін? Қайтып кір демейді депші. Болыпты деді. Не істейсің, қайда барасың деген план не айттың ба? Түсіндіріп айттым енді. Колледжге дейін қарғышты айтып қойғанмын, түспей тұрып. Мама, мен универде 1 жыл оқимын бәрібір деп. 1 жылдан кейін бәрі шығып кетемін деп. 1 жылда шыдамадық қой бірақ. Семестр оқып шығып кеттік сөйтіп айттым. Лучше без универа дедім, мамам. Дәлелдеймін деп қоясың ғой, білмеймін. Содан кейін карантин келіп қалды сразу. Қазір же болды, нормально үйдегілер үйренді ма? Тиіспей ма андай, не бе? Нормально енді. Не істеп жүрсің? Балам бір диплом керек қой, айта бер деген сияқты әңгімелер ме? Сол үйден кетіп қалдым, сөйтіп Астанаға келдім, сөйтіп мамалар бәрі таразда ғой.
Хорошо, қазір астанада не істеп жүргеніңді айтып бересің ғой онда, иә. Сенде образование? Мен колледж бітірдім, музыкальный, осында. Осында, иә. Сосын шабытқа түстім, қазір 2-ші курстамын. Сен действующий студентсің ба? Онлайн. Иә. Онлайн өтір қатысатын шығарсың енді хотя бы. Қатысқанда мен де білмеймін, қазір сондай заман болып кетті ма, ешкім оқығысы келмей ма, сондай бірдеңе болып кетті ғой. Бармайсың, барғың да келмейді енді, мысалы, білмеймін, мысалы маған более студияда отырып, сол жерде отырып музыкамен айналысқан ұнайды да. Бір жағынан сендерде, мен қателеспесем, мысалы, жаңағы шабытта, егер карьерасы жүріп жатса, онда қатты тиіспейді ғой деймін? Жоқ, ондай қарамаймын ба? ондайға кейбір мұғалімдер қарауы мүмкін, бірақ кейбір қарамайды да, мысалға. Онда не үшін түстің, сен оқымайтын болсаң деп айтады. Мен әнші болу үшін енді сол жолмен келе жатырмын десең де түсіндіру қиын да, онда орныңды басқа біреуге бер дейді. Сондайлар бар. Андай альбом стрелять ете бастайды ғой, өлеңде нормально кете бастайды ғой. Негізі сен жаңа Грузияда ояндың, сонымен неде кетіп қалды дедің да. Сосын жігіттерде кімдер жақсы поддержка берді, блогерлер, вайнерлер, ана өлеңнің өздерінің T-Jokers мысалы полный менің бір, мысалы Мұнесия не вайн түсіріп, сеніменге соған кәдімгідей әнге акцент беріп түсіріп та. Маған жақсы көмектесті негізі. Волнаны арға алып кетті ма? Иә. Мысалы, кетті әйтеуір. Жағырақ айтшы десейші. Өзіңді біліп отырсың ғой. Жоқ, әндетемін бүгін көрдім мен. Почти 6 миллион тұр ғой. Әндетемін негізі дыханиясы өте көп болды да. Мысалы, әндетемін шықты. Дыхания деген? Мысалға, әндетемін шықты просто трек. Содан кейін бірнеше айдан кейін ғой деймін. Артынан клип кетті. Клип екінші дыхания берді оған. Уже клиптен кейін ол Apple Musicқа кірді. Apple Music'тан ең бірінші қазақша ән болып топ 100-ге кірді. Сол кезде қазақша әннің 3-ші орынға дейін барды ғой деймін, сол кезде әндетемін. И уже қанша уақыт өтті, әлі 78 сондайда тұрды. 100-дің жаңа ән шығып жатса. И содан кейін Нұрлан Қоянбаевтың My Love is Айсұлуына тоже келеді де, тоже артынан тағы да бір дыхания жібереді. Сондай саундтрек болды. Соның артынан кетеді де, и ән әлі бір орында тұрды, кәдімгідей түспей ешқандай. Дыхания деген сол ғой, артынан итеріп тұратындар ғой. Қарып тұратындар. Соны дыхания деймін болды. Біз сөйтіп айтады енді, білмеймін, біз өзіміздің студияда. Біз сөйтіп айтамыз енді, хорошо, болды дыхания болса, дыхания онда. Жаңа тыныс берді да. Второе дыхание, третье дыхание. Бізде спортсмендер солай просто. Неде, жаңа Қоянбаев My Love is Айсұлуға алып дедің ба? Ол қалай болды? Сіз өздері шықты ма? Мен директорыма шықты. Нұрлан ағаның өзі звондады. Директорға негіз бірінші қыздары звондады сол жақтан. Сұрады әнді Елжастан. Осы ән керек еді бізге деп. Сол кезде білмеймін, Елжас енді не істеген шығар, кішкене қатайған шығар. Содан кейін тағы да Нұрлан аға өзі звондапты. Осындай әнді алайын деп едік, бізге ұнап қалды деп. Қатаймасайшы деді ма? Все хорошо, бердік. Содан кейін сол дыхания кетті ғой артынан. Әндетемін, былай айтсақ, әндетемін мені ашқан ән ғой негізі да. Мысалы, сенімен өзінің орны бөлек та, бірақ әндетемінді более, мысалы, любой концертке барған кезде мен әндетемінді соңғы айтамын. Мысалы, менде новый ән шығып жатса, по-любому әндетемінді соңында айтып. Өзіме білмеймін, в кайф. Халықта сұрайтын шығар оны? Сұрайды, кейде болады, әндетемінді 3 рет айтамын, бір сахнада тұрған кезде. Сен менде де сөйтіп сұрайды. Ондай бар. Жа не даты? Қандай условияда бердіңдер Қоянбаевқа? Просто по-братски. Взаимный пиар. Ну, в принципе, оның несіне, киносын қарағам, я киносына прям кеп тұр ғой несіне. Я что? Романтика. Ол да Нұрлан ағадан бір поддержка болды ғой негізі. Иә. Енді өзі хабарласып жігіттер қойыңдар енді деген. Қойыңдар. Apple Music'қа да әдемі берді да, содан кейін. Мысалы, әлі де өзінің планкасын ұстап тұр. Так, Кос, сенің нең бар? Давай. Чисто карантинный ән енді ол. Прям чисто карантинный. Сол ғой, кішкене. Сол, по-моему, прям кәдімгідей дыхание, ма? Дыхание. Сол прям дыхание берді. Маған дыхание берді. Иә.
айтып берші ол қаяқтан шықты ол не давай деген Ну, просто үйде Давай мен сен үшін үйде қаламын, сен де мен үшін үйде қал. Қиын емес көмек үшін қала салам, осылай өресімді қоса алам. сол кезде как раз біз андай сол Шымкенттегі музыканттармен бірге бір өлең бастаймыз, бір карьера бастаймыз, мынау деп жатқан кезде карантин салам алейкум мирастарды көріп да салам алейкум деді ғой. И не істеймін, үйге таразда жаттым, үйде оқу жоқ жаттым. Иә, бір күні ойландым, карантинге өлең шығарса қалай болады, қайдан үйде келді білмеймін, бірдеңседен келеді жүр, біреуден келді ма, шығарсам қалай болады. сол кезде хэштегтер жүреді ғой, үйде қал, жақыныңа бол. Коронавирус кет бастап берді ғой. Иә. Сол шықты, бәрі угар болды ғой, там бәрі күліп қағаздап. Вот такой, иә. Мынау өлең типа хит болды, бірге шықтық қой еще бір азаттыққа ма, сен тоже, мен тоже, біздің каверім шығып еді ғой. Қой мен Сол кезде бастық қой, по идее. иә тенгри Айтпасай десе. азаттық, иә. Ладно, жарайды, айтып қойдың ғой енді. Сөйтіп тарап кетті біздікі, тупо кавер кет. Иә. Коронавирус жақындама жолыма. Коронавирус, кет. Коронавирус, нет. Коронавирус жақындама жолыма. Осыны бір нормальный сөзбен дексіп көрейінші дедім да мен хотя бы кішкене. Сөйтіп, Давай мен сен үшін үйде қаламын деп шығардық қой сөйтіп. сосын жаңағыдай болған жоқ па? Таңертең дыхание. ұйықтадың, 2000 подписчик өзіңді аштың. Иә, бірінші күні салдым и репосттар нереально көп болды да сразу. Подписчиктердің бәрі почти бәрі репост жасап отыр. Мен өтіпті ғой деген. Ол кезде қанша оқырманың бар? Ол кезде 8 мың ғой деймін. Тоже нормально екенсің ғой. Көзіңді Көзіңді ашсаң 8200 жүріп тұр ма? Әйтеуір келіп жатыр. И келесі күні 2 күннен кейін ба кім? Қайыр Нұртастың әйелі Жұлдыз Абдыкаримова сол өзіне пост қылсап қойыпты. И мен отметпеген бәрібір, комментарийде кім дегенде бәрі бұнда космос ғой деген сияқты. Сонымен жайлап тарап көп үшін тарап кетті, блогерлар соларға көтереді основаны салып сөйтіп. Мирасқа Нұрлан Қоянбаев дыхание, саған жа кім ба? Жұлдыз Абдыкаримова. Иә, сол группа бар ғой, инстаграм ғой. Жапырақ. По-моему, сен вообще просто стористе отырдың да, қандай әнге кавер салайын деп просто отырдың, иә? Бір не жоқ, бір өлең шығарам деген. Бір өлеңді айттым да, өлең шығаруға желание ұрып тұр, тақырып айтыңдаршы дедім сториға. И сөйтіп тақырыптар келіп жатыр, жапырағым деген. Басында күлдім да көп. Иә. Мынаған шығарайын ба деп. Оны кім жазды жапырағым? Просто подписчик жазды. Біреу жазды, бір қыз. Мынаған шығарайын ба деп жаздым да, типа шайға салып ішетін жапырағым деп сөйтіп прикол салдым да. Бір кезде ойланып отырмын, по идее деймін да, көремін ғой, типа. Шығып кетті сөйтіп. Көктем, жапырақ, сонымен алып кеттің ғой. Махаббат, лирика. Окей. Жапырағым бөлетін болды бізді. Кім бар тоқтаталар мына бір күзді. Енді мынандай сұрақ. Бәйде өте андай, прям екеуіне келетін сұрақ сияқты болса. Трек нормально өтіп, уже дина бастайсың ғой. Нұрлан Қоянбаев сонда трегін сұрай бастайды ғой. Жаңа бір левелге шығасың ғой енді. По-своему тоже. Сол кезде бір не пайда бола бастамай ма? Осындай звездная болезнь деген затқа қалай қарайсыңдар жалпы? Звездная болезнь. Қол сенен прям сезіліп тұр сол. Никақта отырмын қазір. Не отыр өзі? Звездная болезнь деген болды ма конкретно? Или ол бар ма? Менде ондай болған жоқ деп мен уверенно айта аламын. Потому что біз енді кішкентай кезімізде ағайынды жүгінісовтер болып айтып жүрдік. Ол кезде андай тема ғой, Рүстем мен Мұхаммедали андай көзге түсіп тұратын кәдімгідей не болатын да. Мен по-любому артта жүремін, енді қызығушылығым вообще басқаша. Жүремін, короче, футбол ойнаймын, сөйтіп жүретін. Концертке баратын кезде спортивкамен барам да, чехолға салып алам. Сол спортивкамен любой жерге спортивка баратындар. Тойға барған кезде қайттан сол жерде қызықпайтын аса бар да. Қызықпайтын, короче. Далада ойнап жүріп, мен андай дайындалып, ондай болмайтын. Далада ойнап жүремін, короче, киім салып аламын да, шығамын. Костюмды алып кетіп кете беремін. Костюмды алып кете беремін, короче. Шаш тұрыста ондай болмайтын, еще шашымнан андай. Ұзын шаш. Сосын сөйтіп Мұхаммедали конкурсқа қатысып жатыр, Рүстем конкурсқа қатысып жатыр, орындар алып келіп жатыр.
и мен бір күні кәдімгідей уже мамаға айттым, болды мен ән айтпаймын, кеттім мен, короче, барып футбол ойнаймын или арманымдағыдай, короче, не боламын, бизнесмен боламын деп айтатынмын. Сосын маған айтады, сенде күшті болып жатыр ғой, типа күшті айтасың, даусың ерекше, андай мындай қоймады, короче. Сосын ладно дедім, тағы да сөйтіп біраз жыл жүрдім. Кішкентай кезінен келе жатқаннан кейін андай звездный болезнь дейтін ондай болмайды да, потому что уже өнерде жүрген адам болғандықтан да. Сосын вот студияға келдім, Мураға, Нағыз махаббат дейтін үшеуміздің әніміз шықты. Сол кезде Мура музыкасы ұнап қалды да, мен балаларға айттым, осы Нағыз махаббатты алайық дедім. Все, а бізде ондай ән болған жоқ негізі, вообще ол стильде. И Мурамен ол кезде бірге жұмыс істемейсіңдер? Жоқ, вообще жұмыс істемейміз. Енді келдік сол кезде. Мураға әнді алдық, Мурадан әнді. Нағыз махаббат шығардық, жақсы кетті, содан кейін. И жүрдім де өзіме ән шығарайыншы дедім. Мураға звондаймын, маған ән керек деймін. Все, кел дейді, Мурадан күтіп тұрамын студияның алдында. Салқын келеді Мурасы. Как раз сол моментте әнде темін шығады. Фаралеро, феро, фералеро дедік те, короче, жауып тастадық, болды. Все, ол ән жоқ, тұр. Бір жыл тұрған шығар сол жерде. Сенімен шықты, сол сеніменнен кейін сразу әнде темін кетті. Білмеймін, ол моментте именно сондай звездный болезнь, ондай жоқ деп ойлаймын. Бірақ мен даже ән айтпағанның өзінде, бұрында кішкентай жүргенде, бәрі навалы өзінше деп айтатын, потому что серьезный болып жүремін да. Еще андай шашым ұзын, өзіммен өзім. Спортивмен еще. Иә. Навалы өзінше деп айтатын. Мысалы, колледжда да жүрген кезде. Мына не өзінше деп. Оказывается, балалардан естимін да сөйтіп айтқандар. Балалар айтады екен, жоқ, ол просто үндемейді дейді да. Өзі сондай несін? Иә, өзі табиғатынан сондай деп па? Кос, не болып жатыр, 15 мың подписчиктен кейін өмір өзгере ме екен? Айтып берші бізге. 12. 12 ме? Болмай-ақ қояйық ондай звездная болезнь деп, болмай-ақ қойсын деп па. Не деймін енді деп. Тоқсайта соң кәдімгі. И андай қазір. Жоқ, енді сенікі понятно, енді не ғой, начало пути ғой, иә. соның өзінде мысалы гакуге шықтым деп андай видео, ей деп, мен басқа дастарханға отырамын деп ондай жоқ қой. Спокойно, в принципе. Ну, там мен запросы келеді, адам жазады, оны баяғыда стараться етедім, там бәріне жауап беріп жүрмейші. И қазір уже надоел да уже. Үлгермеймін уже дейсің, смс жалдаймын ау дейсің өзіме. Енді тішілей ондаймыз. Ну, стараться ететін бәріне жауап беругеш. Или қазір уже келеді уже не істеймін, содан типа адамдар жаман ойлап қалмаса екен деймін да соны. Ну, просто уақыт кетеді да, қанша уақыт кетеді, там жауап беріп сөйлесіп отыра беретін болсам. Соны сөйтіп қабылдап қалмаса болды енді. Вроде бәрі нормально. Айтпақшы туған күн дейміз, туған күн қашан? Мен бірде байқадым, туған күн қашан? Январьдың 20-сы. И қай жылға? Қай жылғысы неше? Оны айтпаймын да. Сен сұрағанын қалай кеттің? Менен сұрашы? Қай жылғы? Мен жоқ, туған күн сұрашы. Туған күн қашан? 20 январь. Қай жылғысын десейік? Қай жылғысын? 2000. 2000 Сен онда емессің ба? Соны байқа қалдым бірет, просто туған күнде стори салып жатырмын сен. И мен де туған күнді қарап отырмын. Мен қай жылғы? Сенікі 20-сы ма? Иә. Базар жоқ, жақында тапты. 20 январь ма? 20 январь 2-ші жылғым. 2000 жылғысың. Иә. 15 жастағы қалсаң ұқсаймын деп. Оны естіп алған мен шашым ұзын болсын, наоборот, үлкен көрінетін. Кәдімгідей Рүстемнен үлкенсің деп айтатын айтам. Мысалы 15-те ол. Шашың ұзын кезде ма? Ұзын кезде мен бу алып кәдімгі жүретін едім ғой. Сол кезде маған қыздар 23-те деп айтатын мен. Мен сол үшін өсіріп жатырмын ғой деп. Енді қара, сен 2000 жылғым дедің ба? Сен жылыңды айтпадың. Көбісі білмейді просто. Мен айтпаймын. А в чем подвох? Просто. Интрига. Во мне секрет болу керек дейсің ғой. Секрет болу керек. Все, окей. Мен айта беремін просто, жас көрінетін білсін деп па. Ну, мен де жас көрінемін, мысалы маған кім айтады 30 жасар жігіт деп, по сути. Қанша жасар? Мен де айтпаймын. Интрига деп қой. Мен білемін. Интрига болсын, хотя мен алдыңғы выпуск айтып қойғанмын қанша жасым деген. Қанша жасым білгің келсе бірінші выпуск қара деген сияқты ғой. Бізде карантинге дейін қосымша табыс ретінде той деген прям классный не бар ғой, штука бар, әсіресе әншілерде. Сені білмеймін Кос. Той, жалпы тойға шығасың ғой сен де? Шығам. Ну, типа, все окей. Жених невесты, сондайларға көп шақырады да. Дымды қойып қойып. Мен сенің дікіс емес қойын, конечно. Жоқ, именно сондайларға шақырады. Иә.
Под живой. Қытайға шақырмайды мені десең. А живой орындайсың ба? Всегда. Тойда, абсолютно. Абсолютно. И прям бір блог орындап кетесің, жарты сағат Иә. па сондай да? Енді, ну, в принципе, той как табыс ретінде жақсы нәрсе. Той, Жақсы. иә, әрине. Андай не жоқ қой, тойға бармаймын, мен чисто тойды марат Жоқ, просто марат етпеймін деген сияқты. тойға бармаймын деп айтатыны, той көп болып кетсе сенде мысалға, білмеймін, барғың келеді, той көп бола берсін деп айтасың ғой. Қазақтың тойы. Иә. Бірақ та тойда болғанмен концертте болғанның атмосферасы вообще басқаша да. Концертке барғаннан кейін сен тағы да бірдеме жасағың келіп тұрады да ары қарай. Тойға сен ақшаңды алдың, биледі, кеттік болды. Суып қалған бешбармақ жеп алдың и жайлап үйге қайттың. Бешбармақты иногда жемейсің. Бермейді дейсің. Понятно, анау чисто коммерция, анау все-таки творчество. Концертқа барасың, алдыңғы буынды көресің, артыңа қарайсың, алдыңа қарайсың, и уже бір оймен шығасың. Кос сенде тойға барып, ондай үлгермедің ғой сен, по-моему. Баяғыда шыққам. Баяғыда туысқандардың тойында мен постоянно айтып жатырмын. Мен баяғыдан үшін сондай өлеңдер айтатынмын. Дікс айтатынмын кәдімгідей. Серьезно? Иә, мектеп кезде. Давай десек. Ондайың бар ма да? Иә. Ну сөйтіп жүріп мектепте сөйтіп айтсың үшін сондай. Халық әні дегендерді айтып жатырмын ғой ше. Музыка тастап кеткенмін сөйтіп прям. Ол айтпаймын, мен келмес деп сөйтіп. Сосын мына стильдерді ести кішкене. Сен вообще музыканттық оқымағансың ғой да? Не жоқ? Жоқ. Баяғыда вокалға бір ай қатысқанмын, походу. Боксқа бір ай қатысқанмын деген сияқты болды сенікі. Қайда шықты бұл? Нағашылар, өзің кезінен жұртыңнан айтып или просто гитара түсіп мама айтқан там үйде. Жалпы генде бар ма? Иә, типа, может содан шығар. Жоқ, сенің андай нең бар ғой, өзіңнің стилің бар ғой, по-своему. Даже каверлерің де басқа ғой. Ну, потом айтып бастадым ғой оларды. Жаңағы тойдан кейін ғой, тастап кеткеннен кейін, қайтып келгеннен кейін ғой. Текст өзім жазамын дедің ба? Сен андасында бірақ мархаба сәбит текст. Жоқ, окей. Если вдруг мархаба сәбит көріп отса, все возможно, ренжімеңіз, честно. Тарқан үшін мен де кешірім сұраймын. Өзім келіп қалма ұялып отырмын десе осы үшін. Жоқ, ол кісіге не істейсіңдер? Ол кісі сеніменге ән жетемін, манесе сүйемге жазды. Содан кейін басқа мен әндермен жазған жоқ. Сен ұсыныс тастамадың ба, жоқ әлде ол кісі рас болды еді өзің деп жазып көр деген не? Өзін жазып көр емес. Жоқ, просто ол кісі мен емес, қазір мысалға өзгешемінді Қазыбек Құрайышев жазды. Білесің ғой? Естуім бар, соңғы әндердің авторы емес пе жалпы қазір? Стрелять етіп жүр. Иә. Сосын тағы да шығатын ән бар. Біздің таныс баламыз колледжда тоже оқыған. Саят Рахымжан дейді. Сол жазды. Енді ол ән енді шықпай стрелять етіп жатыр, Аллаға шүкір. Енді шығатын әнің деген ба? Отрывын көрсетіп қойдық сонымен. Мен оны жіберіп оқымын. Жібере саласыңдар өсічі. Несін ба, стористің ба? Ол бар ма? Жатыр ма, открытый жатыр ма бүкіл жерде? Инстаграмда, лентада бар менде, гитарамен отқан. Соңғы постым кажется. Болды ғой, да, уже шығарып қойыпсыңдар ғой, почти. Енді Кос, сенге Астанадасың. Иә. Не істеп жүрсің Астанада? Почему сен Астанадасың, өзің Тараздасың? Жатырмын. Жоқ, түсіндім ғой, тупо жатырсың. Негізгі мақсатың келудегі? Келудегі, иә, өзі просто зона комфортадан шығайын деп қой. Жалғыз ба? Иә, жалғыз. Неге именно Астана? Астана просто біздің квартирамыз ода. Зона комфортадан күшті шығады кезде сен өзің квартираң келіп жатсың. Квартирама, да, еще жалғыз. Еще жалғыз. Зона комфорт кірген сияқтысың қайтадан? Мен Астанадан кетейін деп жатсам, сен Астанаға бәрі Алматыға бару керек деп па? Алматыға бару керек. Мирас Астанадан кетейін деп жатыр. Бұйырса Алматыға кетем. Көбісі жазып жатыр, қашан Алматыға келесің, Алматыға қашан келесің деп. Соны айтып қойдың ба, не сен Алматыға барайын деп жатырмын деп? Жоқ, негізі Алматыда жүрем ғой. Сол кезде бәрі жазады, сен неге Алматыға көшпейсің, күшті ғой сен Алматыда жүрген деп. Алматыда күтіңдер мен. Кос, сен не істейсің, Алматыға барасың ба? Ну, по идее, Алматыға барғым келеді баяғыдан. Квартира жоқ ол жерде. Квартира жоқ. Ну, Астана ұнады маған. Серьезно, Алматыға қарағанда кішкене бір жақсы бар там. Там просто настроение қандай. Зданиялар, свет деген сияқты әсер етеді маған кәдімгідей там. Просто Астана әдемі ғой просто. Қарап жүргенше Алматыға қарағанда.
алматыда ескі үйлер көп деген сияқты, андай сары цвет көп Алматыда деген сияқты. Ну, мен өзіме лично просто сондай қатты әсер етеді да. Там үйде де стараюсь андай сары цвет қоймауға деген сияқты, андай теплый. Сол сияқты, Астанада сосы ұнады маған. Енді екеуіңе де бір ұнамайтын бір жағымсыз тақырып бар. Уже түсініп отқан шығарсың. Айта бер деді ғой, болды ғой, осы қытқа мен айта бер деген. Личная жизнь деген бір өте бір не бар, тонкий грань бар. Наличка ма? Каспи только бар. Иә, перевод қой, бәрімізде де. Сол жағы қалай отыр? Тыныш па? Полный? Я не знаю, почему я этим интересуюсь, но ар жақта точно қызық болады. О жағы қиын. Ой. Мен білемін, оған да қиын, маған да қиын. Саған вообще қиын. Жоқ, мен ондай нелер бар негізі. Минустар бар өзінің. Мысалға, әнші болсаң, мне кажется, махаббатта минусы өте көп сияқты. Неге? Наоборот, өзің тойында өзің ән айтасың. Қой. Ойланып қалады. Өзің билеп атып. Өзім билеп атып. Қазір әнші еместер сөйтіп кетті ғой. Жоқ, сен прям қиын деп не қылатсың да? Жоқ, өзінің қиыншылықтары көптеу да, потому что түсінбейді. Ең самый главный түсінбеу. Бізге су емес вино қоясыңдар ойдым что-то. Ән өгізір отыр. Түсінбейді ғой менде ше. Мысалға, өнерді басында түсіну мүмкін, сенің жүргеніңді студияға барып, бір жаққа кетіп қалатын болсаң, ұзақ уақытқа кететін болсаң, ол жағы өте қиын. Енді қызды қатты жақсы көрсең, сонымен болу үшін бәрін жасайсың ғой. Бірақ өз мысалы қыздың өзі сөйтіп айтады қыздар. Сен жақсы көрсең, любой жігіт бәрін жасайды. Иә. Бірақ бастаған жолым өнер. Пока сонымен кетсем, так что 5-6 жылдан кейін үйленемін деп жатыр. 5-6 жыл. Бұйырса. 5-6 жыл дейтіндер ерте кетіп қалады негізі. Да? Чисто статистика бойынша. Ерте хочу дейтіндер ше. Ерте хочу дейтіндер олар вообще. Вообще олар Вообще ерте ма? Олар бүлдіріп қояды. Сен қалай болады? Бүлдірейін деп тұрмын ғой деп. А, ты ерте хочешь? Ну, 5-6 жыл деген. Мен, возможно, ерте хочу. Ну, жағдайға байланысты. Ну, менде пландар бар. Квартира бар. Астанада квартира бар. Астана қыздар жақсы ма деп па? Чё, көреміз. Смотря что для тебя жақсы. Пока планда жоқ. Вдруг болып қалуы мүмкін ғой там. Ақша болып қалуы мүмкін ғой. Сондай бар. Өзінің қиялдар. Я, возможно, да. Анда қызғанады. Вроде басында. Мысалға, даже клип түсіргеннің өзінде қиын ғой. Басқа қызбен түсесің. Мысалы, мен клипімде қазір шығатын өзгеше мен ол жерде басқа қызбен түсемін. Мысалы, онымен құшақтасу мүмкін. Мүмкінсің ба или? Құшақтастым. Просто білмей қойсам немен айтқам ғой. Сондайдың бәрі бар да, мысалға. Өзің де ұяласың ғой, соның бәрі қызың қарап отырса да. Мысалға, білмеймін. Мен қызым бәрімен құшақтасып тұрса, шыдамас едім ондайға. Ну да. Ну енді оған иә, бір көнбесең о бастан. Көнгеннің өзінде де бірақ оны түсіну бір бөлек, іс жүзінде көрген бір бөлек дейсің ғой. Иә. Былай қарасаң қыз да түсініп тұр ма негізі? Айтуым бойынша. Десең. Түсініп отыр сені. Мен вообще жақын арада альбом бірдеңе шығарамын деген негізі ой болған жоқ. Бірақ қазір қарайтын болсам, менде уже 3 айдан шықпаған. Сол сенің бір альбомың бар ғой қазір. Енді екінші альбом дайындап жатсың ба жайлап? Менде негізі 2 альбом бар, бірақ екінші альбомды ешкім білмейді. Потому что ол орысша. Ол қашан шығып қойды? Карантин кезінде. Карантин кезінде біз Мурамен альбом шығардық, ішінде 9 ән бар. Мысалы 9 ән көп қой ол десең. Бірақ вообще ешкім білмейді. Тыңдаған да жоқ. Мен тыңдағам. Да? Бір өлең өткен деп. Қалған 8-ін білмеймін десе. Сол ол жерде 9-ның бәрі орысша ма? 9-ның бәрі орысша. Ән просто өзімізге не ұнайды сол туралы ғой. Мысалы, менде қайғырған махаббат туралы бар, күшті махаббат бар, дос жайында бар.
сосын так не бар, как раз карантин сияқты ән бар, бірақ ол кезде біз карантинға арнап шығарған жоқпыз, карантиннің алдында шығарғанбыз. Андай типа қаланы оятуға әнде сондай тема кетті. Оған бөлек кішкене акцент берем деген ойда болдым. Мен клибімнің шыққаны негізі өзгешемнің вообще қызық болды. Қызыватсың ғой. Өзгешемнің клибі шыққан жоқ қой әлі. Жоқ, түсірілгені деймін да. Иә. Негізі біз сол альбомдағы драма дейтін әнім бар. Соған түсіреміз клип. Полностью под драма. Драма деген ән бойынша сол темаға түсіріп тастаймыз, короче. Ол жерде андай болады, мысалға қызбен ұрысып жатқаның, сосын қызбен күшті моменттерін көрсетіледі. Сөйтіп маған клипті жібереді бір ортасына дейін. И драма деген әнді қойып қояды да, қарап жатырмын, что-то не то, ұнамайды маған. Сосын мен жазамын, брат, что-то не то деймін да. Почтаға жібердім, брат, қарашы дейді да маған. Өзгешемді алып қойып қойған ғой соған, короче. Анау жаман болған моменттерін бәрін алып тастаған да. Күшті болған моменттерді қойып қойған да. Ана кәдімгі залетать етіп тұр. Енді соған кішкене қалып тұрған локация мен махаббатта смысл жоқ болып тұр да, потому что біз ана жақта ұрыстық, ана жақта просто махаббат. Енді соған смысл келтіру керек. Анда бір жерге барасыңдар ғой, осы бір заведенияға, кез келген жерге да мысалы. Достарымен, сол кезде не рас па? Өздері келіп танысқан кезде жаңағыдай жігіттер провоцировать етеді, болмаса Тиісіп па? Иә. Сондай бір жағдай болды ма? Ондай болады. Мысалы бір тойда болған кезде, мысалы не айтып жатсың сен деп құлағыңа келіп айтатындар болады. Не айтып жатсың? Типа басқа ән айт, не басқа ән айта алмайсың ба еще? Солай тиісетіндер болады. Оған не дейсің, адамдар қарап отырады, саған билеп отырады. Ол той иесі емес ше? Той иесі емес, сол жерде жүрген бір, білмеймін, фотограф. Жоқ, бір, білмеймін, костюмге барған, короче, біреу жүреді де тиіседі саған сөйтіп. Оған ол біліп тұр да қазір, ол ән жүре тұрғанда сен түк істей алмайтыныңды да. Потом ары жаққа шық десең шықпайды бірақ. Ондайлар көп. Чарттар ғой. Жоқ, ондай кезде не істейсің? Просто типа, окей. Жоқ, неге сабыр сақтаған? Игнор. Дұрыс қой. Жоқ, сабыр сақтаған дұрыс қой, сақтамаған кезің болды ма? Бір прям конфликтный ситуацияға дейін барғаны? Болды. Мен естігемін сол ситуацияны, соны сұрап отырмын ғой сен. Қандай? Айта берсін, мен өзім айтамын, сол ма сол емес пе? Бір тойда болғанда, ол кезде енді ол, ладно, ішіп алған адам да, просто келіп, мен құлағыма бірдеме айқайлап жатыр. Микрофон тартып. Әннің текстін айтып жатқан шығар? Әннің текстін. Жоқ, бірден боқтап айтып жатыр, короче. Сол кезде адамдар бәрі билеп жатқан кезде, жақындап уже билеп жатқан кезде ұрып қалдым мен, короче. Тойдың үстінде? Тойдың үстінде. Сол кезде ән айтып жатқан кезде. Ол сол кезде шум басылып кетті. Қаштым сол моментте мен, короче. Ондай моменттер көп болады. Артынан іздеп, звондаған жоқ па? Сен не? Гонорарын алып кеткен жоқсың ғой деп. Гонорарды алдын Сенде, Кос, тыныш па ол жағы? Астанада, үй жағында. Потому что тойға ешкім шақырмаған. Жоқ, тойда болмаса да, мысалы, көшеде кетіп баратқанда, таксиде танып қалып, мысалы, сен бана давай деп жүрген жапырақ болып деп. Негатив жоқ па? Айтыстап тұр. Ондай жоқ, негатив әлі. Болмай Болмақта қойсын, шүкір. Иә, болмақта қойсын деп тілейік енді. Келесінде бір қызық тема бар. Жаңа мирас осында. Мәшиненің несі қандай өзі сенің маркасы? Toyota. Mark 2. Corona Mark 2. Corona Mark 2 қай жылы? 1983. 1983 жылы Toyota Mark 2. Ол Қазақстанда, по-моему, единственный экземпляр ма? Или Қазақстанда жоқ, солай айтуға болады. Мен мысалға оған запчасть таппайсың ғой. Сосын мысалы Япония, Россияның адамдары Японияда жүрген, соларға жазасын, олар запчастьпен айналысады. Осындай заттар бар ма дейсің. Саған отказ береді да, бірақ саған комплимент қылып айтады да оның бәрін. К сожалению, ондай модель редкость даже в Японии дейді да. Все дейсің. Тек сол үшін соны жазасың ғой. Пойдесің запчасть керек емес.
жаққа запчастьтар іздеп жатырмын негізі. Ескі машина болғасын просто новый заттар алып қоямын. Иә, сол откуда страсть бұндай? Білмеймін, кішкентай кезімнен мен 83 жылғы машина. Тұр ғой неше түрлі Мерседес, Лексустар. кішкентай кезімнен Мерсті жақсы көремін мен. Ескі Мерстерді мысалға 140-й, 124-й, Волчок дейді, соның бәрін қатты ұнайды да өзіме. Немістер ұнайды, иә. Японецтардан чисто осындай ескі машиналар болмаса, мысалы там Skyline, форсаждағыдай. Или осындай менікіндей. А сен бұны кімнен алдың? Оны мен ағамнан алдым, таныс ағамнан. Ол айдап жүрді. Коллекционер ма ол кісі? Жоқ, өзіне ұнап ол бір жерден алған. Бұл мен бірінші машинам. Бірінші машина 83 жылғы машина. 83 жылғы, иә. Каждый алған сайын ескіре береді сияқты. Қазір жүрсем өзім андай одан да ескі машина іздеймін да, неге екенін білмеймін. Интернетті қарап отырсаң көп, мысалы қарайтын болсаң, там сиденьясы жоқ, дөңгелегі жоқ, анан бәрін кәдімгідей алып алғың келеді да, табам ғой деген оймен да. Бірақ алғаннан кейін сен оны таппайсың, потому что 50-ші жылғы сондай болады да. Ол өзің қолдан жасап тастаған. Қызығушылығым сол негізі. Ретро-карларға деген. Ретро и более спортивный. Ну плюс по-своему бұл да көзге түседі ғой негізінде. Көзге жаман түседі. Орыстар келеді. Көбінесе орыстар келеді. Бір рет базарда ұйықтап жатқан, мамаң машинада ұйықтап отырып келеді, терезеден қатты қағады, короче. Оян күтімде. Ема, братан, деп кәдімгідей андай менімен, үлкен мужик та, бірақ менімен үлкен жігіт сияқты сөйлесіп жатыр да. Андай уважительный еще. Продай, андай мындай, короче, у меня есть машина, соны беремін, BMW предлагать тебе X5, X6. Сол кезде, нет, деп қатырасың да уже. Арғы ұйықтай бердің ба? Нет, істейтін моменттер болады. Қызық негізі. Жоқ, көлігің ескі болғанмен жаңа машиналардың бағасын бірдей ау деймін негізі. Қанша еді? Нормально. Жақында 8 миллион. Нормально деген қанша? Тоқта. Жақында 8 миллионға сұрады, бірақ берген жоқ. Рәке Сәтбаш сұрағым бар ғой, Мирасқа деген. Қандай? Қойшиш? Жоқ, ол не, клип жайында сұрайын деген, әндетемнің клипі жайында. Қайда түсірілді, қалай түсірілді, асыз түсірілген дүние ма, жоқ әлде, бірақ кәдімгідей целенаправленно түсірдіңдер ма, қалай болды? Біреу бір жағынан адам айтты да, бұрын осындай подкаст істеймін жатыр. Кіммен сөйлесің, осындай қонақ болады. Блин, әні күшті ғой. Сен кесе қасыңда отырсай. Бірақ әні күшті ғой, клип испортил деген. Короче, ну, әр, конечно, әр адам. Иә, субъективно ғой енді, кому как, на вкус и цвет, иә. Жоқ, енді клип шикарно деп мен де айта алмаймын. Өзің қалай бағалайсың, ән мен клип? Ән мұндай, клип жетіп. Жоқ, ән по-любому мұндай болып тұр да. Просто андай момент болды да уже. Әнді білет бәрі, мені білмейді бірақ. Кім айтады ол әнді? Мен мысалы көп концерттерге шығам, рашығыз деп хабарлайды. Там артында біреу тұрып өйстіп съемкаға шапалақтауын да. И уже әндетемін қосылған кезде бәрі айқайды. Сен ба дейді. Или сенімен де айтқан кезде бір жігіт келіп маған, мә, братан, сен айтасың ба? Мен бір 40-тағы жігіт айтама десем дейді да. Иә, сөйтіп солай айтады да маған. Әндетемін клипі ол түсіру керек деген оймен түсірілді да. Иә. Сен сұрағым ол, өзің тыңда, хит маған келеді қазір. Сен что-то соны өзің айтқан сияқты. Жақын адам деп, біреудің артынан деп. Дәңгіліп келген. Сосын түсірдік, бір күнде түсірдік, клипта негізі басқа қыз түсу керек болды. Бірақ ол орыс қыз болатын. Милашка. Мен уже пойызға отырайын деп отқан кезде жазды маған, ол қыз қолын сындырып алды. Сосын ол жазды, кешірім сұраймын, типа, қолым сындырып алдым, андай. Сосын мен айттым, мен қазір пойызға отырып жатырмын, енді модель жаздым, мен таңдай алмаймын. Өздерің ұнаған таңдап сөйтесіңдер дедім. Таңертең келдім, осы қыз. Сөйтіп клип түсірдік. Сосын уже андай кетті, нағыз сенен үлкен көрінеді. Иә. Тискісі келсе бірақ любой неге теседі ғой. Иә. Оператор теседі ғой.
табылады ғой тиісетін адам. сөйтіп айтады да, мысалы қыз үлкен деп былай қарасаң менен бір ақ жас үлкен ол қыз. На самом деле үлкен бұл қыз. Бір ақ жас үлкен қыз ғой енді, білмеймін, бірақ қыздар ерте есейеді дейді ғой десең иә. Клип ондай өзім прям қатты көңілімнен шыққан жоқ. Но 6 миллион просмотр. Көңілінен шықпаған клип 6 миллион жинаса, 6 миллион жарым болды, 6 жарым. 5-те 7 болды. Қашан? Бүгін көрдім мен. 6 жарым еді ғой десе. 6 жарым. Ал екеуміз 7 екі түрлі каналда көрдік. шатастырып отыр. Жоқ, 6 жарым деген ол өзгешемнің клипі жинайтын. Сен бір аптада ма? Иә. Хорошо. И трендте тұрады еще тағы бір апта. Все. ЧБД-дан да өсіп кетеді еще. Хорошо. Егер тағы әңгіме айтатын десеңдер, пожалуйста, флешкалар бар әлі. Білмеймін, мен бүгіндік слишком көп сөйлеп қойдым. Шығар флешканы бар. Сенің бір хейтің бар еді ол космосқа. Айтып айтсаңдар бүгін бәрі. Смело. Арқасынан ұрса как раз, пачка. Қарамаймын. Потом. Хейттің бәрі артынан жөніндер. Біздің бір күнге айтатын сөздеріміздің бәрін айтып тастадық қой. Ертең сөйлемейміз ғой, примерно. Мен сендер сөйлетудің өзі кәдімгі жұмыс маған. Мен кәдімгі мына жерде не отырмын. Андай сұхбат сияқты болып кетті, айтып тұрмын. Ютубтан не қарайсыңдар? Біз ютубқа шығамыз ғой. Ютубтан? Сол қызық, иә. Мен машиналарды қалай жасайтсам қараймын. 80 жыл болған ма? Мен жаңағы жасам. Обзор. Аукционнан бір машинаны ұтып алып, соны жасап. Или ол машина, оказывается, сынық болған екен, әкелген кезінде фотодағыдай емес вообще. Ескі машинаның движоктарын ауыстырып, бірдеңелерін ауыстырып. Соны қараймын, сосын білмеймін андай музыкаларды қараған кезде бөлек конкурстар болады ғой. Мысалы бұрынғы конкурстардың музыкаларын тыңдаған кезде солар бөлек өтеді маған қазір. Развлекательный контенттен? Жаңағы ЧБД сияқты бірдеңелер. Болса, может, біздің местный каналдардан бірдеңе қарайсыңдар. Прикинь, ештеңе қарамаймын. Вообще. Только сол автолюбительдердің қараймын. Кос? Не қарамаймын деп па? Бәрін қараймын, основном сол. Подкаст қараймын, клип қараймын, концерт, основном концерт көп қараймын. Ну там, концерт, тупо концерт. Брат, бір артист выступать етеді, там соны көремін. Ну просто ана... Шәмшінің әндері деген сияқты ма? Ну, основном Америка сол жақта бар енді. Ну, кәдімгі Шоу Мендес, Джастин Бибер солардың концерт. Ну, атмосферно что болады. Иә. Ана жерде дем аласың ғой. Дыхание аласың ғой. Иә, дыхание аласың. Молодец. Үйреніп алдым мен болды. Өмірде де айтамын осы. Видишь вот деп. Иә. Чисто классический сұрақ. Мысалы, сенмен бір молодой исполнитель енді жаңағы неге енді әні шығып жүрген, болмаса бір 13 подписчигі бар біреу. Или мысалы туған күні сенмен бірдей біреу, сенмен бір не даты коллаборация жасайды, коллаборация. Не істеу керек ол? Проблем всегда открыты любой неге. Жоқ, без проблем дегенде не істейді ол? Саған демкасын жібереді, осындай бір әнім бар дей ма, или просто? Ондай да болуы мүмкін, бірақ білмеймін, мен пока енді білуім бойынша только Мурамен ғой менде дуэт. Иә. Оған дейін ешкіммен дуэт жазған да жоқпын. Ұсыныстар түсті. Кейде просто даже мықты біреу болғанның өзінде адамның өзінде болуы мүмкін да, просто екеуміздің ойымыз басқа болуы мүмкін да, сол үшін жазбай қалуы мүмкінбіз да. А так без проблем. Андай зона комфортынан шыққан жігіттермен жаза бересің ғой. Басқа қалаға көшкен. Бол. Жоқ, вообще деп жатқан ғой. Путь проложен деп жатсың. Жоқ, саған қатысы жоқ сен. Жоқ, кім сұрап отыр? Кім ол сұрап жүрген? Менен сұрамай ма не сонда? Жоқ, сенен мен сұрадым ғой. Жақтыртпадың ғой, мен жақындатпадым ғой. Қашан? Алдында айттың ғой саған. Жоқ, Авидасына кеткенсің ба подкастта отырып? Бастадық қой да бір дәрсе, иә? Иә. Бастап бейін. Тоқтай, мен рас клетка айтып алған. Болып кеттіге, жаңа болып кеттік. Бірдеңе істеп жүр ма деген сияқты. Болды жігіттер, менде басқа айтар әңгіме жоқ. Не даты? Іштерің босады ма? Босады ғой қанша дегенмен подкасттың атқанда. Босадайын ба деп. Иә. Іштерің босамаса кішкене деген тағы келуге болады негізі десең. Мен неғып отыр деп қаншада. Неғып отыр мен? Ей, жоқ. Сен қатты қысылып отырсың ба не? Жоқ, нормально. Мен кіммін деймін да. Ей, жоқ, мен кіммін деген сұрақты мен қойым керек қой бұл жерде, екеуінің орталарында отырып. Онда былай істейік жігіттер, мынау екінші шығарылым дедім ғой жаңа. Бізде екінші шығарылым болса да... Үшінші дедім.
екінші шығарылым. Үшіншісі болады, иә. Үшіншісінде де көреміз. Екінші шығарылым болса да, бізде уже бірінші шығарылымнан бастап не бар? Реклама бар, жарнама бар, кәдімгідей. И олар мен де бірінші выпускада айттым, тек қана бізді ойламайды, камера сыртындағы жігіттер ғана ойламайды, сонымен қатар қонақтарымызды ойлайды. Әкел жүрші, Эльдар. Прикинь, мен білдім бар ғой. Конечно, сен білесің. Конечно, мен білемін. Қара, сенің бір трегің бар. I love you, baby дегенің несі, иә? Чисто өзің каверің бар. Держи пацан. Иә. Надеюсь, размер угадали. XL дұрыс қой? Менікі білетін шығарсың. Түк деді ғой. Оверсайз максимально же сен, халат сияқты. Раз, мынау как раз клиптің қарамағында. От души. Иә, өзгешемін жаныңда сенің. Андай крупнякпен бір көрсетесің жазуларды. Бойда, коллекшн. Иә. Менде бір футболкасы бар уже. Anti-Tem Project. Anti-Tem Project. Кстати, Anti-Tem Project жақта айтып не алмадық қой. Бұл не бар ма? Лейбл бар ма қазір? Ол кезде сен маған бізде лейбл болады, Blackstar'ды білесің ба дедім. Иә дедім. Жолда қалады ғой дедім. Дәл сөйтіп айттың сол кезде маған. Қой! Команданы киіндіресің ба, шамаң жете ма деген сияқты. Бірақ Жоқ, оған дайындал сен. Потому что пока серьезно келатыр. Жоқ, енді Anti-Tem Project лейбл әлі существует. Жоқ, бар. Существует. Просто бізде қазір көшіп жатқан себебіміз бәрі сол да. Мысалға біздің сол Anti-Tem Project жүргізетін адам керек. Мысалға бізде уже мысалға жалғыз бара жатқан жоқпын. Мура бар жатыр, тағы да бізбен түсіретін жігіттер бар жатыр. Полный көшіп бір помещение аламыз, сонда боламыз. Сол кезде Anti-Tem Project көресіздер. Осы футболкамен концерттерге шығамыз. Сөз берді. Осыдан қарап тұрыңдар. Кос? Ну, я не обещаю. Өзінше бар. Атке берді. Соңында айтарларың бар ма? В принципе, если что, соңында қоя саламыз. Типа, вот менен ну, тілек деп айтпай қояйын. Біздің көрімдеріміз... Давайте мен былай айтайыншы. Көбі сұрап жатыр да, мысалы, барам сені қызғанып дейді, қашан шығады дейді. Мен сториста айттым тура осылай. Қашан шығады дейді. Мен өзімнің YouTube каналыма енді ашылатын. Өзгешемінің клибін салам, содан миллион просмотр жиналған кезде сол ән шығатын болады. Так что босатты көріңіздер, содан бәрін түсінесіздер. Окей. Мен фанатпын ғой. Кос, пожалуйста. Ну, мен не деймін, мен дәді. Босатты қара деп айт, болды ғой. Сол, мен айтпақшы, жаңадан фандомға ат қойдым ғой, Muses деп. Сен фандом бар ма? Фандомға ат қойдым. Ну, баяғы. Әлі қоймадым мысалы. Біз қойса, да, мақтаныз. Кос Muse ғой, типа, мен Коспын, олар Muses. Біз только вместе Кос Musebіз деймін да. Бөлектісіңдер ешкім емессіңдер. Иә. Космос қуатқан мюзик. Космос, тек қана бірге біз Космос дәші. Ну, біз енді бастап жатырық деп ба, алғаға деп батсаңдар. Жарайды, жақсы, Кос уже қызақ. Менде Anti-Tishке болды, өзгешелер өздері қойып алған болатын. Білмеймін қазір, ондайға негізі мән бермей кетті, хит болып жатыр еді сондайлар. Иә. Бірақ ондайға поздно келіп қалдым мен. Иә, ондай да бар екен, әркім өзінің аудиториясына ат қойып алады деген блогерлердің байқап отырып қой. Неше түрлі. Хорошо, все, окей, жақсы, рахмет. Ой. Қандай қиын адамсыңдар десе. Анау жазып отыр деп айтсаң.